Каналыма қош келдіңіздер сұлулар. Бүгінгі видео бетінде безеу бар. Безеуден қалған ізі бар ханымдарға арналады. Безеуден қалған безеуді кетіруге жақсы көмектесетін, бетті жылтыратып, оны қалыпқа келтіретін керемет тоник рецептіні көрсеткім келіп отыр. Бұл тониктен кейін бетіңіз жылтырап, ағарып, дақтары кетіп, безеулерден арылып бастайсыз. Ендеше бірге жасайық. Бізге қажет болады түйметақ, ромашка, аптекада болады. Шай түрін алсаңыздар болады, немесе мен сияқты осылай ұсақталған түрін алсаңыздар болады. Егер шай түрін алатын болсаңыздар, 2 пакетик қосасыздар, ұсақталған түрін алсаңыз 2 ас қасық қосасыздар. Ыдысымызға салып алып, және де 200 миллиграммдай қайнап тұрған су құямыз. Бетін жауып, суығанша тұндыруға қалдырып қоямыз. Сосын біздің тұнбамыз суып, біраз тұрғаннан кейін алма сірке суын қосамыз ханымдар. Алма сірке суы таза болса, тіптен жақсы. Таза болғанын қолданыңыздар. Кәдімгі ішуге қолданып жататын алма сірке суын. Осы дайын тұнбамызға 1 ас қасық алма сірке суын қосамыз. Жақсылап араластырып, тоникімізді қолданамыз. Бұл тоникті мүмкіндігінше, егер сіздерге босаған тониктің ыдысы болатын болса, соған жаңағы ситадан өткізіп құйып алсаңыздар болады. Холодильникте 7 күн бойы сақталады. Күнделікті азанда және кешке бетіңізді жуып болғаннан кейін осы тұнбамен ватный диск көмегімен сүртіп аламыз. Нәтижесі әр жасаған сайын байқалады. Бұны Instagram парақшамда бөліскенде өте көп отзывтар келген керемет тоник. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге пайдасы тиеді деген сеніммен бөлісіп отырмын. Каналыма тіркеліп, маған жазылуды ұмытпаңыздар.